Құрметті қазақ елі, мынау бүгін Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттарына видео үндеу жолдағым келіп отыр. Бұл видео үндеудің негізгі мақсаты өзімнің ұсыныстарымды сонымен қатар өздеріңізбен осы бөліскім келіп отыр. Ол ұсынысым жөнінде өздеріңіздің ой пікірлеріңізді ертең арнадан білдірсеңіздер болады. Мынау ортаға ой арнасынан. Бұл жерде айтқым келіп отқаны баршаңызға белгілі, осы 2022 жылы мемлекет басшысының ұсынысымен елімізде үлкен саяси реформалар, ауқымды саяси реформалар жүргізілген болатындығын, біздің ата заңымыз Конституцияға өзгеріс енгізген болатындығын, бұл саяси реформаның негізгі бағыты күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет. Одан кейін мынау былтырғы жылы білесіздер, парламент қайтадан жасақталды, бүкіл елімізде сайлау өтті, үкімет сол кезеңнен бері қарай 2 рет жаңартылды. Бірақ менің жеке өзімнің ойым, енді әлде де осы парламенттің ықпалы, үкіметімізге деген ықпалы өз дәрежесінде болмай отырма деген осындай ойым бар. Өйткені көптеген осы жалпы осы Қазақстан халқына байланысты, осы қоғамына байланысты осындай нормативтік актілер дейміз ғой, министрліктің бұйрықтары осындай шығып жатады. Ол көп жағдайларда мынау қазақстандықтарға қолайсыз болып шығып жатқан жағдайлары бар. Соның бір дәлел ретінде айтқым келіп отқаны, мынау былтырғы электр энергиясының тарифін бекіту жөнінде. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылдың кеше осы 1 ай болды, 1 айдан асты. 1 сәуір 2024 жылы бүкіл еліміз бойынша электр энергиясының тарифі жоғарылатылды. Сондай-ақ биыл осы наурыз айында осы ЭСО дейміз, электр энергиясын қамтамасыз етуші ұйымдардың энергетика министрлігі 500-ден аса осындай ұйымдардың лицензиясын тоқтатты, қызметін тоқтатты. Бұл жөнінде жаңағы біз басында қуанған едік, алайда қуанышымыз ұзаққа созылмады. Себебі 500 ұйымды электр энергиясын былайша айтқанда сататын 500 ұйымды жойды дағыны бір үлкен монополистерді қалдырды. Енді сол монополистер өздерінің шарттарын қойып жатыр, былайша айтқанда талаптарын қойып жатыр. Өте жоғарғы бағамен қазір электр энергиясын осы сатуда Қазақстан халқына, Қазақстан кәсіпкерлеріне, ұйымдарға. Бұл жерде айтайын деп отқаным не? Айтайын деп отқаным осы нормативтік құқықтық актілер. Яғни осы министрліктің бұйрықтары, үкіметтің қаулылары, қабылданып жатқан заңдар, Конституция бойынша баршаңызға белгілі ғой. Бізде заң шығарушы орган Қазақстан Республикасының парламенті. Ресми заң шығарушы билік тармағы, былайша айтқанда. Сол үшін ұсынысым осы жалпы қазақстандықтарға қолдану тәртібі бар нормативтік актілер, нақты айтар болсақ, министрліктің бұйрықтарын шығару өкілеттігін тоқтатып, бұл өкілеттіктің ең кемінде осы Қазақстан Республикасының үкіметіне берілетін болса. Ал министрліктерге тек қана өзінің министрлігінің ішіне, өзінің ішкі құрылымына, өзінің қызметіне байланысты бұйрықтарын шығаруды қалдырып, жалпы осы еліміздегі қатынастарға байланысты, қоғамдық қатынастарға байланысты, жалпы халыққа қолдану тәртібі бар бұйрықтарды шығару өкілеттігін тоқтатсаңыздар, нормативтік құқықтық актілерге өзгеріс енгізсеңіздер, және де осындай жалпыға бірдей осындай құқықтық қолдану тәртібі бар құқықтық актілерді қабылдау кезде үкіметпен жалпы осы парламенттің палаталарының келісімімен
бекітілетін жағдайға келтірсеңіздер. Екінші ұсынысым, мысалы, заң шығарушы орган болып парламент танылғанмен, әлде де парламент заң шығарып, оны мақұлдау, келісу үшін үкіметтің, менің білуімде, үкіметтің қорытындысы керек. Осы моментта осы ара қатынасты да реттесеңіздер. Бұл жерде мен түсініп отырғаным, егер де бәрібір парламент өзі бастама көтеріп, осы заңға өзгеріс енгізу или бір заң қабылдау, заң шығару бастамасын көтергенімен, ол заңды дайындағанмен де, егер де үкімет өзінің оң қорытындысын бермесе, бұл заң қабылданбайды. Сол үшін осы нормативтік актілерге өзгеріс енгізсеңіздер дұрыс болады ғой деп өзім ойым. Соны сіздерге жеткізгім келіп отыр. Рахмет, түсіністікпен қарайды деп ойлаймын.